29 беттегі 3-ші есеп 84 бөлу 7 көбейту v тең 120. Алдымен теңдеуді ықшамдап алу үшін 84-ті 7-ге бөлеміз. 84-ті 7-ге бөлгенде бөліндінің мәні 12-ге тең, үстіне қарындашпен жазып қоюға болады. 12 көбейту v деп астына жазамыз төменге. Тең 20. v тең 20 мен 12-ні мұнда көбейту тұрса, біз бөлеміз. Керін амал. 20-ны 12-ге бөлгенде v тең 10. 84 бөлу 7 сол күйінде жазылады. v-ның мәні 10-ға тең. Тең 20. 84-ті 7-ге бөлгенде 12 шықты. 12-ні 10-ға көбейтсек 20. Олай болса, теңдеу тексергенде дұрыс болды. 120 мен 120 тең. 6-шы есеп қалдықпен бөлуді орында. 50 бөлу 12. Баған түрінде орындайтын болсақ, 50-ді 12-ге бөлгенде 12-ні 4-ге көбейтсек 48. 50-ге дейінгі сан 48 шығып тұр. 50-ден 48 азайтсақ 2. Енді бұл бағандап шығарғанымыздың дұрыс па, қате ме тексереміз. 12-ні 4-ге көбейтеміз, 48, және қалдық 2-ні қосамыз. 50 шығып тұр қайтадан. Олай болса, 50-ді 12-ге бөлгенде 4 және 2 қалдық. 74-ті 7-ге бөлу үшін бағандап көрсетейік. 7-ні 10-ға көбейтсек 70. 74-ге дейінгі сан. 74-тен 70-ті азайтсақ 4. Енді тексеріп көрейік. 7 көбейту 10 және 4 қалдықты қосамыз. 7-ні 10-ға көбейтсек 70. Үстіне жазып қоюға болады. 70-ге 4 қоссақ 74. Яғни бағандап есептегеніміз дұрыс екен. Өйткені қайтадан 74 саны шығып тұр. Олай болса, 74-ті 7-ге бөлгенде 10 және 4 қалдық. Сегізінші есеп. Асы шарты мерекеге орай қаланың орталық алаңы безендірілді. Ол үшін әрқайсысында алтын түстес шар 20-дан 30 қорап, күміс түстес шар 10 данадан 30 қорап. Яғни екеуінің қораптары бірдей, тек қана данасы әртүрлі. Алтын түстесте 20, күміс түстес шарларда 10. Енді барлығы қанша шар сатып алынды? Шешуі. Шартында әрқайсысында 20-дан 30 қорап, 10-нан 30 қорап, яғни дан, ден, тан, тен деп тұрса, демек біз көбейтеміз. 20-ны 30-ға, 10-ды 30 қорапқа. Ал барлығын табу үшін осының барлығын қосамыз. 20 мен 30-дің көбейтіндісі 600. 10 мен 30-дің көбейтіндісі 300. 600 бен 300-дің қосындысы барлығы 900. Олай болса, жауабы барлығы 900 шар сатып алынды.